Зор рухи була кішке кім тосқауыл болалар. Нағыз ақын, мәңгі жастық шуағына оранар. 3000 жасқа тартқан Гомер, одан әрі жол алар. 3 ғасырды жеңген Байрон, әлі жап-жыр саналар. Қартаймау, бұл нағыз жеңіс үлгісіне барабар. Оған куә жастық шағын жалау еткен даналар. Қара күштер қажытса да сәулелі ойға күз алыс. Неге Абайда 5 әйел бар, ал Пушкинде 113. Қыз келіншек тұс-тұсынан шуақ-шаша қоршаған Дон Жуандық емес пе бұл? Аң-таң әлі ел соған. Жоқ, сезім құдіретіне сенімін кім азайтты? Бірде Ғабит Мүсірепов бұған бұлай уәж айтты. Кездескен жан қуаты мен арайынан жалындар, Пушкин, Абай ғаламзатта сирек туар дарындар. Әркім өзі шыққан таудың биігінен ой керер. Егер олар ақылы мен сезіміне сай келер жар іздесе, рухының аңсау тарту күшімен, және ол жанды таба алмаса 113-тің ішінен, тіпті 1000-ның арасынан жолықпаса сыңары, дара талғам түйсік үшін болғаны ма кінәлі? Иә, ұлы тұлғалармен ортақ түйсік табарлық нағыз әйел әр ғасырда саусақпенен санарлық. Наталья Пушкин жары шықпай пенде шеңберден жұрттан асқан сұлулығы әлсіздікке жол берген. Күйеуі оның мәңгі тірі қалып қойды өлгенмен, ал ол өзі басқа жерде басқа кірпеген жерленген. Енді осыған қарсы мысал. Ылғи құрмет төрінде жүрген сұлу әйел болды менің туған жерімде. Сүйген жары отан қорғау соғысына кеткеннен оралмаған. Арман сенім қалдырып тек өткеннен. Өмір шіркін, адалдардың ниетіне қарай ма? Бесіктегі тұңғыш ұлмен жалғыз қалу оңай ма? Ой заман-ай, 19-ға жаңа шыққан шағында соғыс бітті. Тәтті үмітін айналдырып сағымға. Күйеуінің айқындалмай не тірісі өлгені, жалғыз демеу еткені тек қара қағаз келмеді. Сезіміңнен сенім қашса үмітіңнің сөнгені. Ешкім жеңе алмағанды жеңгені, ешкім сене алмағанға сенгені, қайсар талғам иеленген адамдардың өрнегі. Сұлу дегендердің көпшілігі көңілшек. Атан Содол ауылдағы ең әдемі келіншек. Күздің мұңлы жаңбырындай көңілден мұң төксе де, әр түні бір жылға татып, дөңбек шумен өтсе де, күте-күте күтуді де мамандық қып алғандай. Күн мен бұлттан өзге ешкімді мойындамас заңғардай, өзі құлай сүйген жанға теңестірер күш таппай, бір еркекті жақындатып білегінен ұстатпай, төзім жоқта сүю жоғын дәлел етіп сезімге, тіршілікпен қош айтысты ол кемпір болған кезінде. Өжет қайсар естелігі өткен жойқын ғасырдың. Сол дар әйел анасы еді менің жақын досымның. Әні, талғам құдіреті және оған беріктік. Біз ғашықсыз сезімдердің шаттығынан зеріктік. Намыс түгіл ар мен ұят сатылар бұл заманда. Өр талғамдар жойылама, бастар сарақ адамға. Бір-бір үшін өлімге де басты кетін аянбай шын ғашықтар кездеспей ме, қозы көрпеш баяндай. Талғам күшін амалсыздан тек үмітке наңғыздық, рух, сана жалғыздығы, ең азапты жалғыздық. Ері өрлер заңғаршынға ілеспеуіне тырыспаудың бас себебі рухтауда туыспау. Дәл осыдан басталады ұғыспау мен шығыспау. Шығыспаған түйсіктердің тағдыр талқы құныстау. Бір қосу бір ғұмыр заңы, заңға сыймас талғам бар. Әр талғамның жолын делді, не бір шырқау армандар. Аруларды азап нұрын болашақтан күткен аз, содан көзі тірісінде бақытты ақын тіптен аз. Дара талғам, ол да қайғы, тең күш аңсап алаңдау. 1000 әйелдің арасынан өз сыңарын таба алмау. Және мұның өкініші жанды қалай өртемес, әр тағдырға оны құнар кезеңгелер ерте кеш. Пушкин, Абай тектестердің жылағаны жылаған, рух сана биігінен қол созғанша бір адам.